жақсы көремін, оқимын кітаптарды. Сол Қаралы көш деген. Соны оқып бітіп, содан авторын іздеп өзім тауып, мынау жақсы екен, бұны білуші едік, бірақ әртүрлі неде, мынау өте жақсы роман екен, сен романист екенсің деп сөйтіп едім. Содан жәди жоғалтып алдым, жәди жоқ болып кетті қаяқы. Сол елден сұрасам Астанада жүр деп. Қорққан ба сен? Иә. Содан әлі күні әлгі қырғыз-қазақ кітабы не қылды ғой, сонда көрдім. Содан мына кітапты беріп, содан бәрі қалай екен деп адам өзі мынадай үлкен кірпіштей кітапты бергеннен кейін жүрегім жай. күдіктендім шын оқуға бата алмай жүріп қалай екен деп. Жоқ, қай тақырып екен деп ана бұрын анау Исай Калашников, Янның көркем дүниелері кешегі Мағауин ағамыз 4 том жазды. Басқалар жазып жатқан тақырып қой енді сол. Солар екен ғой деп күдіктеніп, күдігіміз көп болды. Сол бірақ оқыған кезде риза болдым. Жоқ, мына тамаша, жақсы екен. Ең бастысы жазушыға бірінші көркем тіл керек, көркем тілі бар. Әдебиет теориясында бірінші. Екінші оқиға тартып отыру керек, жүргеленіп кәдімгі романға тиісті. Бастауы, аяқталуы, ортасы, биіктеуі, кульминациясы. Бұл бар. Үшінші тарихи тақырып болған деректер. Деректер тарихи тақырыпта жаңалық. Өзі ізденіп тапқан жаңалығы бар ма? Өзі деректер бар ма? Сол жағай жоқ, ана бұрынғы қалыптасқан баяғы көркем шығармалар мен тарихты қайталау ма? Бұл салада мен өзім білмейтін көптеген жаңалықтарға жолықтым. Бірінші жартысы жаңағы Шыңғыс ханның ғой соның төңірегінде, екінші бөлім Жақсы Итақ пен Ораз Мұхаммед. Сонымен енді әсіресе мына бір жұрты жаңағыдай болғаны, Ермактың жағдайы неғылғаны ол онша мен өз жете білмейтім. Осы жасқа талай оқып жүрміз ғой, талай кітап. Көзімізді ашқан кітаппен өтеміз. Соның бәрін жетесіне жеткізе зерттепті.